Silkway университетін 3 сөзбен сипаттап беріңізші. 3 сөзбен дейсіз ба? Ең бірінші тәрбие дейік. Себебі ұлы дүние тәрбие деген. Екінші деген халықаралық қатынастар. Себебі қазір мен байқап отырмын, көптеген мемлекеттің араларыңызда қарым-қатынас, ауызбіршілік. Үшінші лидерлар деп айтсақ. Нағыз тәртіптің бар екенін, бұл жерде білімнің бар екенін, өсіп өркендеу сатысында келе жатқанын, және мына Европа елдерінің жаңағы мәдениеттеріне, тілдеріне кетіп жатқанын мен қазір көріп қызық тәнті болып отырмын. Керемет деген безендірілуі эстетикалық тұрғыда соның өзіне алғаш келгеннен керемет әсер берген. Silkway'ды бірінші кезекте сипаттайтыным оларда халықтар достығы жақсы қамтылған. Екіншісі үнемі талпыныс үстінде жаңалыққа ізденіп отырады. Тіпті осы соңғы 2 жылдың көлемінде ұлттық тестілеу орталығына айналды. Қаншама жекеменшік жоғары оқу орындары болса да ізденіп отырады, үнемі бір орында тұрып қалмайды. Үшіншісі осы жастарының бүгінгі күнгі осы жұмыста түрлі бағытпен өздерін көрсетіп, өздерінің жоғары оқу орындарын жоғары орындардан үнемі дәріптеп отыратын бір қасиетке ие бар. Осы 3 қасиеті маған қатты ұнайды. Silkway шарықташы әлі де білім берген әрбір жанға мағыналы мәнді де қанат еңеш табылмасын өнер білім жолында number one қалай өрши мәңгіге Silkway шарықташы әлі де білім берген әрбір жанға мағыналы мәнді де қанат еңеш табылмасын өнер білім жолында